Беттегі дақтар, терінің қараюы көп адамдарда жиі кездеседі. Оны кетіру үшін бірден қымбат кремдерді қолданудың қажеті жоқ. Үй жағдайында қарапайым заттарды қолданып, олардан құтылуға, әдемі және сұлу теріге қол жеткізуге болады. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркелсеңіз, еш өкінбейсіз. Бірінші маскамыз сүт және ұн. 2 ас қасық сүт, 1 ас қасық ұн, жарты лимон шырыны. Барлығын араластырып, бетке жағуға қолайлы маска болғанға дейін барлығын араластырасыз. Бетке жағып 10 минутке қалдырып, жылы сумен жуып тастайсыз. Лимон қолданғаннан кейін бірнеше уақыт күнге шықпаңыз, себебі дақ пайда болуы мүмкін. Аптасына 1 рет қолданыңыз. Бетті ағарту үшін лайк басуды ұмытпаңыз. Біз үшін өте маңызды. Екінші маскамыз перекис водороды, яғни сүттегі асқын тотығуы және ас содасы. 1 ас қасық сода, 5 тамшы перекис водороды, 1 ас қасық қаймақ немесе йогурт. Қаймақ пен соданы араластырып, перекис водороды тамызыңыз. Теріде 5 минутке қалдырып, сосын жуу керек. Бұл маска қысқа уақытта теріні жылтыратып, бөртпелерді, тері майлануын кетіреді. Келесі маска ақуыздан жасалған маска. 1 жұмыртқа ағы, 5 тамшы камфор спирті, 1 ас қасық лимон шырыны. Барлығын араластырып, беттегі дақ, қарайған теріге, бөртпелерге жағу керек. 10 минут күтесіз. Маска құрғаған соң салқын сумен жуу керек. Сіз теріні ағарту үшін қандай маскаларды қолдандыңыз? Комментарияға жазып қалдырыңыз. Алоэ вера және қант. Алоэ вера теріні ылғалдандырады. Тері үшін өте пайдалы. Көптеген кремдердің құрамына қосылады. 2 ас қасық алоэ вера гелі, қант керек. Скраб сияқты әсер етеді. Нәтижесін көргенде таң қаласыз. Алоэ вера және лимон. Жарты шай қасық гель алоэ вера гелі, жарты шай қасық миндаль майы, 1 ас қасық лимон шырыны. Барлығын араластырып, ұйықтаудан алдын теріні ылғалдандырушы крем ретінде жағу керек. Таңертең бетті жуасыз. Аптасына 1 рет қолдану керек. Осы маскалар сізге пайдалы болатынына сенімдімін. Каналға тіркеліп, басқа пайдалы видеоларды көріңіз.